Баршаңызға сәлем. Бүгін қауыннан өте дәмді болып пісетін варенье жасаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші қауынымызды жуып аламыз. Мен осылай орташа қауын алдым. 4 келіге жетпейді. Енді оның сырттарын осылай кесіп, бөліп, содан кейін ішіндегі дәнектерін алып, сыртын аршып аламыз. Қалай тазаласаңыз да, қалай бөлсеңіз де өз еріктеріңіз. Мен осылай бөліктерге бірінші бөліп алдым, содан кейін дәндерін бөлек, сыртын бөлек аршып, содан кейін бөліктерге бөлдім. Мен ұсақ-ұсақ қылып, квадрат қылып бөлдім. Сіздер үлкен қылам десеңіздер де болады. Және де мен вареньеге лимонның 1 тілім лимонды және де жарты апельсинді қосамын. Апельсинді лимонды өз қалауларыңыз бойынша турап, және де көлемінде өзгертсеңіз болады. Не көлемін көбейтіп, немесе азайтып қосу міндетті емес. Енді туралған қауынымыздың үстінен лимон мен апельсинді саламыз. Одан кейін қантымызды салып, үстінен бір араластырып, 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін, міне қараңыздар, өзінің суы шығады. Егерде мен қосқан қант сіздерге аз болса, тағы да қант қоссаңыздар болады. Енді вареньемізді қайнататын ыдысымызға саламыз. Орташа отты жағып қоямыз. Вареньеміз бір қайнайды. Қайнағаннан кейін астын жай отқа бұқтырып қоямыз. Мен үстінен 200 мл су қостым. Өйткені вареньемнің сұйық болғаны жақсы, маған ұнайды солай. Егерде сіздерге қою ұнаса, онда су қоспасаңыздар да болады. Өзінің де шырыны жетеді. Міне, бір қайнағаннан кейін астын жай отқа қойып, бетінде көбігін алып отырамыз. Жарты сағаттан кейін астын сөндіріп, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қайтадан астын жағамыз, қайта қайнатып, жай отқа қойып, бетінде көбігін аламыз. Бізде вареньеміз тағы да 20 минут қайнағаннан кейін дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Қысқа да жауып тастасаңыздар болады. Ешқандай да атылмайды. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.